Комментарийдағы сұраныс бойынша «За кого играем» қалай түсіру жолын мен сіздерге көрсетемін. Егер де ұялы телефоныңыздың настройка жағынан немесе қандай да бір программадан қиындық туындап жатса, менің арнамдағы кез келген видеоның астында комментарий қалдырып кетіңіз. Мен сіздің сұрағыңызды міндетті түрде шешімін айтып беремін. Ал мен бастайын. Ол үшін алдымен Инстаграмға кіреміз. Инстаграмның маска бөліміне өтеміз. Ол қалай? Кейбір смартфондар экранның бетін жай ғана оңға жылжыту арқылы маска бөлімге өте алады. Ал кейбір смартфондарда Ваша история деген жерде маска орналасады. Ал менде жай ғана экран бетін оңға қарай жылжытамын. Төмен жақта бізде орналасқан маска бұл. Мен алдын байлағаным үшін менде оңай шығып тұр. Бірақ сіздерде шықпаса, осы масканың ең соңына қарай жылжытқан кезде поисковый строка бар. Осы поисковый строканың үстін басып, бізге керегі «За кого играем» деп жазылып тұр. Сіздерге жазып көрсетемін. «За кого играем». Поиск басамыз, тапқан масканың ішіне кіріп, мұнда төмен жақта загрузканың белгісі бар. Осы загрузканың белгісін басқан кезде жазу шықты. Енді еш қорықпай назад өтіп, маскамыздың ең алғашқы бетіне барсақ, міне бізде шықты «За кого играем». Міне бізде «За кого играем» маскасы шықты, VS деп жазылып тұр. Осының үстін басып, ұстап тұру арқылы сіз өзіңіздің ойындарыңызды ойнай аласыздар. Сіздермен бірге болған Нұрсұлтан, үздік мобильдік кеңестер YouTube каналы. Арнама тіркеліп колокольчик батырмасын басып кетіңіздер, себебі алдағы уақытта және өткен видеоларға қарап, өз смартфоныңызға керек пайдалы кеңестерді көріп, телефоныңыздың ұзақ өмір сүруіне кепілдік бере аласыздар. Келесі видео кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.